Жан, саған бір нәрсе айтуым керек еді, ұрыспайсың ба? Жоқ, не көрсем? Әлде ұрсатындай бірдеңе білдірдің ба? Білмеймін, бүлдірген сияқты. Сен бірінші айтып көр. Сосын көреміз, ұрсам ба, жоқ па, сосын шешім қабылдап көреміз. Мен сені рұқсатынсыз папаға қымбат сыйлық алып қойған едім. Соны саған айтуға бата алмай жүрмін. Қандай сыйлық ол? Соншалықты қорқатындай. Айта берейін ба? Төбе, Гүлнар, айтшы енді. Ұрыспайсың ғой, Айттық қой, бірінші біліп алайық, сосын көреміз деп. Мен папаның туған күніне Rolex сағат сатып алдым. Енді 50 жасқа келіп жатқан соң бір қымбат, көзге көрінетін, әдемі сыйлық алайын дегенмін ғой. Но енді баға шамамен біліп тұрсың қанша екенін. Ұрыспашы Жан, айтқан бәрін істеймін. Гүлнар, сенің әкең, ол менің де әкем. Менің сондай сүйкімді де сүйікті жарымның асқар тау тірегіне қандай сыйлық алсаң да жарасады. Бағасы маңызды емес оны. Тек бұдан-бұдай бұндай мәселе менімен ақылдасқан дұрыс болды. Жарай ма? Жарайды Жан, келесі жолы сені рұқсатсыз ешқандай шешім қабылдамаймын. Не болды? Жөнделетін түрі бар ма? 2 сағат болды отырғанымызға. Енді шұқылап көріп алып қой барынша. Жөнделмей жатса не істеймін? Ту, құдай-ай. Неғып осы саған біткен нәрсенің бәрі бұзылып қала беретін бұл да. Бір өзің жаның ашымайды да, өзің ақша таппағансың. Енді мен әдейі істеп отқан жоқпын, Орау Жан. Көріп тұрсың шұқылап жатқанымыз. Көлік болғаннан кейін бұзылады, қирайды бір жер. Жолға шығатымызды білесің. Осының май суын ауыстырып бір дайындап қойсаң болады ғой. Әкем туған күніне де бір уақытылы бара алмайтын бетті. Ой, бірсін. Жұрттың байларына қарасаң, әуесің келеді ғой бір. Тірліктері бір тап-тұйнықтай мынаның жүрсін. Неудачник. Қалай қызым, денсаулықтарың жақсы ма? Жақсы жеттіңдер ма? Жақсы, шүкір. Аман есен. Өздеріңіз қалайсыздар? Амансыз, рахмет, жақсы. Ал, туылған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. 100 жасаңыз. Рахмет, жандарым. Туылған күніңізбен, пап. Рахмет. Пап, біздің сізге керемет сыйлығымыз бар. Сізге ұнайды деген үміттеміз. Қой бермедіңдер ма? Сендер маған қол ұстасып келіп отқандарың өзі сыйлық қой. Пап, қойыңызшы. Күнде туған күніңіз болып жатқан жоқ қой. Алсайшы әкесі. Не қыл алып келген екен, қабыл ал енді. Рахмет. Пап, ашып көрмейсіз бе? Ішінде не сыйлық бар екен көрсеңізші. Кейін көрем қызым. Қандай сыйлық болса да ниеттеріңе рахмет. Бақытты болыңдар жандарым. Жарайды онда. Біз кеткен соң мама екеуіңіз ашып көресіздер онда, Бірақ ұнады, ұнамады бізге хабарласып айтыңыздар, Келістік па? Рошандар неге кешіп жатыр? Жаңа звондап хабарласқам. Жолда көліктері бұзылып қалыпты. Енді шығып жатыр екен. Келіп қалар? Сендерге мен шай қояйын. Жүріңіз, мама, оны сізге көмектесейін, Қалай жақсы жеттіңдер ма? Неге сонша кешіктіңдер?
Қалай кешікпейміз? Жолда машинамыз бұзылып, әр күнге бір жалынып, жексұрын болып жүріп зорға жеттік. Бірақ біздікі өмір осы ғой. Бір жерге шығайын десең, машинаң бұзылады да тұрады, проблемаң шығып. Ештеңе етпейді қызым. Әйтеуір аман есен жетсеңдер болды. Машина болған бұзылады ғой. Сіз де күйеу балаңыздың сөзін айттыңыз ғой, пап. Кішкене пысықтау болып, сол машинаның ол жақ бұл жағына қарап қойса бұзылмайды ол. Өзі ақша тауып алмаған соң жаны ашымайды оның. Содан кейін де бұзылады да тұрады. Қой қызым, олай айтпа. Көлік болған бұзылады да, оған бола ұрыспаңдар. Өтірік емес қой енді, пап. Азаннан қара кешке дейін жұмыстамын. Үйдің азық түлігі, газ, су, свет бәрі менің мойнымда. Жұрттың еркегінен кем қалмасын деп, астына көлікте мінгізіп бердім. Тым болмаса соны дұрыстап айдаса болады ғой. Бір жерге бара қалайық десек, ана жері жарамайды, мына жері жарамайды деп жөндетуге дайын тұрады. Оның өзінің ақшасына жөндетсе бір сәрі, бұл да менің мойнымда. Ту, Раушан, қойш, не болды? Келмей жатып проблемаларыңды айтып кеттің ғой. Бүгін папаның туған күні ғой. Келмей жатып настроениені түсірмеш. Қош сен, сендердің проблемаларың, уайым қайғыларың жоқ. Содан кейін сенің сайрап отырған көререм әйел басыңмен бір үйдің ауыртпашылығын көтеріп отырсаң. Настроениемізді құртпашы деп қояды ғой. Айтсам, әкем мен шешеме айтып отырмын, басқа кімге айтам? Сенің күйеуің құсап, мені ешкім үлдемен бүлдеге орап қойған жоқ. Әй қызым ай. Өтірік емес қой. Жоқ әлде сіздер мені кінәлап отырсыздар ма? Мен еркек емес қыз баласымын ғой, мен де шаршаймын. Мен де күйеуімнің үлдемен бүлдеге орап қойып, маған киім әперген, қымбат сыйлық сыйлаған мен де қалаймын. Тым болмаса бір жылы қабақ танытса болады ғой. Ол маған емес, мен оған аманат шығармын. Ержан, сен ойлайтын шығарсың, бажам еркек емес ез екен деп. Мүмкін сондай да шығармын. Бірақ ойлап қарасаң, Раушанның айтып отырғандары дұрыс. Мен ер азамат секілді ақша таппай, жұбайымның жағдайын жасай алмай жүргенім өтірік емес. Өзің білесің, арамдыққа жаным қас екен. Баяғыда әділетсіздікке шыдай алмай бастығыма қол жұмсағаннан кейін мені жұмыстан шығарып жіберді. Кезінде сол бастығым қалада беделі артып, абырой асқақтап тұрған кезінде мені бүкіл жерге жамандап, мен туралы жаман ақпарат таратқаннан кейін мені ешқандай жер жұмысқа алмай қойды. Менің солай жолым жабылды. Мен сияқты ақша таппайтын, қолынан ештеңе келмейтін, қандай да бір мәселені шеше алмайтын еркек қандай әйелге ұнайды деп ойлайсың? Барлық ауыртпалық қазір Раушанның мойнында. Оның үстіне перзентті болу да маңдайымызға жазылар емес. Осының барлығын көтеріп жүру Раушанға оңай емес екен білем. Сұлтан, мен саған қай жерде айттым? Қасыма келді. Бір жұмыс табылар еді ғой? Жоқ, Бажеке, сен ренжіме. Мүмкін бір жеріне қарамай көкірек Алатауда екен деп ойлайтын шығарсың. Бірақ мен саған жұмыс сұрап барамын. Мен бизнестің адам емеспін. Қолымнан келмейді ондай нәрсе. Оның үстіне екеуміз бір-бірімізге бөтен адам емеспіз. Ақша көп жүрген жерде келіспеушілік те көп болады. Сондықтан, Бажеке, алыстан сыйласа бергеніміз дұрыс деп ойлаймын. Өзің білесің енді, Сұлтан Қожа. Бірақ мен саған айтарым, жұмысым жоқ деп
әйелінің алдында өзін төмендеткен дұрыс емес. Ер адамның кемшілігі оның бос қалтасы емес. Оның кемшілігі білімсіздігі, ерік жігерінің жеткіліксіздігі. Ақша сенен еркек жасамайды. Сондықтан жұмысым жоқ, ақшам жоқ деп өзіңді төмендете бермей, отбасының тірегі ретінде басыңды биік көтеріп, әйеліңмен тіл табысып, қиын кезеңдерде қол ұстасып бірге шығуға талпынғаның дұрыс. Өзіңді жей бергеннен ештеңе шықпайды. Әйел адамға ең керегі күйеуінің назары. Раушанға көбірек көңіл бөл, жанына жалау болсаң, ол жаңағы әңгіменің бірінде айтпайды. Ол саған тек қана қолдау көрсетеді деп ойлаймын. Қызым, бәрінің көзінше жаңа сұлтан олай айтқаның дұрыс болмады. Қайнатасы отыр ол жерде, бажасы отыр, балдызы отыр. Еркек қой, олдан намыстанады. Қойыншымын, намыстанбайды ол. Намыстанса осылай жүретін беді. Раушан, тағар енді жетеді. Еркектің аты еркек. Сонша ауыр сөз айтып басына беруге болмайды. Жұмысы жүрсе, уақытша шығар, қайдан білесің? Оның саған тәуелді болып жүргені, оған ауыр тиіп жүрген жоқ дейсің ба? Ол ер азамат ішіндегі сырын, мұңын ақтарып айта бермейді. Бұны да Алланың бір сынағы деп қабылдаңдар. Қиындықтан бірге шығуға әрекет жасаңдар. Көңілі құлазып жүрсе, сенің қолдауыңа мұқтаж. Қолдау көрсет оған. Ақша таппады екен деп, ауыр сөйлеп басына беруге сенің қақың жоқ, қызым. Сұлтанның адал жақсы жігіт екенін білеміз. Жүрегіңнің түбінде сен де жақсы білесің. Бастарыңа уақытша қиындық түскенде бір-біріңнен жеріп, ит пен мысық құсап отыруларың дұрыс емес, қызым. Басыңа әңгір таяқ ойнатып, қадіріңді білмей отырса, ол бір бөлек әңгіме. Бірақ сұлтаннан ондай шықпайтынын біз жақсы білеміз. Күйеу баланы пайғамбар да сыйлаған. Біздің сұлтанға деген сыйымыз ешқашан жоғалған емес. Сондықтан сен де ер азаматыңды сыйлай біл. Қателігін бетіне баса беруші болма. Еріңнің разылығын алмаған әйел ешқашан жәннатқа кірмейді. Сен әйелсің, қызым. Ер адам өзінің сезімін, өзінің ойын ақтара бермейді. Сол үшін оның қабағы қатуы болса, есебін тауып, жүрегіне жол таба біл. Жақсы әйел жаман еркекті жолға салады. Жаман әйелді жақсы еркек ешқашан жолға сала алмайды, қызым. Сондықтан ер азаматыңды сыйла.